Армысыздар, құрметті оқырмандарым. Видеоның соңына дейін тыңдаңыздар. Жастайынан менің анамның соңынан бір жігіт қалмай жүрген, бірақ анам сол жігітке қарамаған. Кейін анам басқа біреуге тұрмысқа шығып кетеді. Ол жігіт те оның естігесін өз жайымен кетіп, ол да отбасылы болып кетеді. 8 жыл отау құрған анам мен құрсағында көтеріп жүрген кезде әкем анамды тастап кетеді. Анам болса сол жылдары жазылмас ауру дертке шалдыққан екен. Мені аман есен босанып, көп ұзамай дүниеден өтті. Бұрын анамның соңынан ес-түссіз ғашық болған жан соны естіп мені асырап алады. Содан бастап мені асырандымын. Өгей әкемнің айтуы бойынша оны өскен кезде білдім. Қазір жасым 12-де. Менің өгей әке-шешем мені мүлде шектеткен емес, және оларда жалғыз ұлы бар, эко арқылы тудыртқан екен. Менен 8 жастан үлкен. Дәурен есімде, ақыл есі кемдеу. Мен Дәукен деймін оны. Дәрігерлердің айтуы бойынша өгей әке-шеше бала тудыруға жарамсыз. Біз қаланың шеткі жағында тұрамыз. Шамалы кішігірім қойларымыз бар. Соны ағам қарайды. Осыдан 2 ай бұрын мен көрші қызға барып ойнап жүретінмін. Бір күн ол үйге барсам, үлкен ағасы көрдім. Менен үлкен. Ол алдап мені үйіне кіргізіп алды. Үйінде ешкім жоқ екен. Кейін мені күшпен зорлады. Өзімде киінген киімім жеңіл-желпі қысқа киініп жүретін едім. Ол кезде мен мүлде ойымда ештеңе болмағасын, аңқаулықпен алданып қалдым. Ол бала мені зорлап болғасын ештеңе болмағандай жүрді. Мен шамалы уақытта есімнен танып жатып қалған едім. Кейін үйге бардым. Үйдегілерге білдіртпеуге тырыстым. 3 күндей тәбетім болмай, бөлмемнен шықпауға тырыстым. Бірақ Дәурен деген ағам бір нәрсені сезінгендей қасыма келіп сұрай берді. Неге сенің көңіл күйің жоқ деп. Менің астым үстіме түсіп, барлық ұнатқан тәттілерді дүкеннен сатып әкеледі. Өтінді, мен шыдамай айтып қойдым. Көрші бала не жасағанын. Ол ағам ақыл есі кем, екінші топ мүгедек. Ашуға батып, өзін өзі ұстай алмай, көрші баланы быт-шытын шығарып ұрды. Өгей болса да ол мені өз туған қарындасындай көретін. Ақыл есі кем болса да, жүрегі елжіреген бала секілді болатын. Кейін таяқ жеген баланың әке-шешесі полиция шақыртып арыз жазды. Біз де оған қарсы арыз жаздық. Ол көрші бала кәмелет жасқа толмағасын психологтар өз бақылауына алды. Сот шешімі бойынша олар бізге үлкен сомадай айыппұл төледі. Бірақ ақша мен адамның жүрегінің жарасын емдей алмайды. Соңғы күндері түнде шошып оянып, кіші дәретімді жіберіп қоятынмын. Соны білген әке-шешем қасыма ағамды қалдыртпайтын болды. Бөлмемде де жалғыз ұйықтамайтын болдым. Дәукен аға екінші ағаш төсекте маған бас көз болып ұйықтайтын болды. Қайда барсам да қасымда жүретін. Менің көңіл күйімді көтеру үшін өгей әкем мен ағам бар қолынан келгенін жасады. Анам ондай көп еркелетпейтін, сәл қаталдау. Қыз болғасын әрбір нәрсеге көрсе қызарлық болғасын ба, саусағымның ұшымен көрсеткен нәрсемді алып беретін болды. Базарға барған сайын ұнатқан киім кешек көйлектерді Дәукен аға анама айтпай сатып алатын. Бар жиған тергені зейнет ақысынан. Арасында күн тасып ақша табатын. Бұл кезде де қолынан бір нәрсе ұстап әкелетін мен үшін. Арадан 2 апта өтпей Дәукен аға басқа тәсіл қолданып, көрші баланы итке тартқызған. 4-5 жерден тістеген қабаған ит. Одан кейін мені зорлаған бала көшеге де шықпайтын. Осыны естіген бүкіл көршілер менен қаймығатын болды. Дәукен аға менен көз алмай қарап жүргесін, айына 1 мәрте қой кезекке де ағамен баратын болдым. Осыған дейін өмірі бармаған.
Осы жағдай биыл көктем айында болды. Заң қызметкерлері ұзаққа созбай істі жапты. Түсінгенмін, ақыл-есі дұрыс жігіттер біреудің жазықсыз қызының өмірінен балта шабады. Құрметті қыздар, әйелдер қауымы, ешқашан жасырмаңыздар. Зорлық-зомбылықтың құрбаны болып шыдап жүрудің қажеті жоқ.